Армысыздар, Елбіз телекомпаниясында жаңалықтар, сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Алдымен андатпа. Ата-аналардың біреуі ғана және маскамен Павлодар облысында соңғы қоңырауға рұқсат берілді. 4 мектеп шатырсыз қалды. Өңірімізде ауа райы салдарынан орын алған апаттардың шығыны есептелуде. Жеке меншік сектор тұрғындары құбырларынан бір тамшы су ақпағанын айтып шағымдануда. Мы сколько бьемся, уже 2 недели бьемся, чтобы нам дали поливочную воду. Такая жара. А мы деньги платим. Да, деньги платим. И вот никуда не можем добиться. Тұңғыш президент бағы аумағында Назарбаев зияткерлік мектебі түлектерінің аллеясы бой көтерді. Строй Арсенал сауда үйі сіздерді комфорт бөліміне жаңа түсімге шақырады. Үйге арналған бір қилы тауарлар, сапалы тұрмыстық химия, гигиена құралдары, стильді ыдыс-аяқ, ыңғайлы ас үй керек жарақтары, кеңсе тауарлары мен спорттық құрал жабдықтар. Үйіңізде жайлы жағдай жасау үшін мұнда керектінің барлығын таба аласыз. Аз уақыт ішінде жақсы сауда жасауға болады. 5%-дан бастап 30%-ға дейін жеңілдіктер қарастырылған. Строй Арсенал сауда үйі, Ломов көшесі 2, жайлылықты бірге жасаймыз. Жаз иісі аңқыған шырынды қияр туралы армандайсыз ба? Немесе піскен қызыл қызанақтардың дәмінен дәм татқыңыз келеді ме? Әлде ең дәмді көкөніс қосылған рагу әзірлегіңіз келді ме? Вермитех Плюс дүкеніне келіңіз. Мұнда биогумус тыңайтқышы негізінде өсірілген табиғи жаңа піскен көкөністерді ұсынады. Одан басқа Вермитех Плюс компаниясында көкөніс дақылдарының көшеттері кең сұрыпталымда ұсынылған. Біздің жылыжайлық кешені мен егістіктерін сыналған бұл табиғи тыңайтқышты қолдану нәтижесінде сіз тамаша, экологиялық таза және дәмді өнім аласыз. Арнайы жаңалық: павлодарлық вермиферма балық аулау мен өсіру үшін қызыл калифорниялық құрттарды жүзеге асырады. Көтерме сатып алушыларға жеңілдіктер қарастырылған. Балықшыларға арналған дүкендер серіктестікке шақырылады. Біздің мекен жайымыз Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 2, телефоны 8 747 525 39 02. Вермитех Плюс дүкені. Риясыз әңгіме. Сіздің тұлға болып қалыптасуыңыздағы ата-анаңыздың орны туралы айтып берсеңіз. Тұлға деген сөз екінің біріне жарасымы келе бермейді шығар. Оны халық береді. Әкенің пейілі дейді ғой. Шешенің, яғни анаңның мейірі дейді. Сол кісілердің жақсы қазақи тәрбие бергендігіне қуанамын. Қазақи тәрбие мәдениет деген еңбек жазайық деп оқулық ретінде керек. Бүгінгі күні сол жетіспей жатыр менің ойымша. Туған жерінің тарихын зерделеп, мәдениетін көтеруге ат салысып жүрген ел азаматы. Бақ қонған Баянауыл қымбат маған, ғұлама би батырда туған далам. Киелі қасиетін тұмар етіп, керемет сұлулығын жырлап бағам деп. Сол елді бізде кіндік қанымыз тамғанына мен өте бақыттым деп санаймын. Себебі елімнің сондай Қаныш, Мұса, ар жағында да Мауқар жаудың білесіз мавзолейі кесенесі жатыр. Өшкенімізді тірілтіп, жоғалтқанымызды жаңғыртқан. Осындай істердің ортасында жүргенді өзім үшін менің маңдайым біткен бақыт деп санаймын. Осы жұмыстар қандай нәтиже береді деп ойлайсыз өзіңіз? Білім. Ең бастысы білім. Біліммен қарулану керек. Кейбіреулер айтады, осы ескерткіштен қандай қажеті бар деп. Ол ұлттық дәрежеге көтерілген азаматтар. Соларға қарап өссе, болмасаң да ұқсақ деп біздің болашақ ұрпақтарға жасалып жатқан іс деп санаймын. Өткеннен не алдыңыз? Болашақ ұрпағыңызға не бересіз? Төлтума қасиеті жоқ адам, пенде дейді. Ал төлтума қасиеті жоқ халық, ол тобыр болады дейді. Сондықтан да пенде мен тобырлықтан сақтасын. Елдің үкілі үмітін арқалаған халық қалаулысының болашақ бағдары. Туристік маршрут шықса дейміз. Елорда жақтан келетін адамдар, Қарағанды облысынан келетін адамдар, ар жақтан келген кезде Бұхар бабадан бастап, жаңағы өзің айтпақшы Мәшһүр Жүсіп бабасына келгенге дейін Мұса Шорманұлының басына зиярат жасап қайтса, ол тек бойға қуат және рух беретін дүние емес пе деп санаймын. Аға, бойыңызда өнердің қай түрі бар? Бүгінгі үйде отырған жеңгелеріңіз сон айтыпты, кейде шаршатып жүретін болуым керек. 17 минутқа дейін жатқа оқитынмын поэмаларды.
Жексенбі 23 мамыр күні Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаты, химия ғылымдарының докторы Алтынбек Нұхұлы бөліскен сырлы сұхбатты жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Касабланка әйелдер киімдерінің бутигі. Павлодар облысына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин келді. Жұмыс сапары барысында өңіріміздің экономика, машина жасау, металлургия өнеркәсібі және құрылыс материалдары өндірісі саласындағы инвестициялық жобалардың іске асырылу қарқынымен танысты. Екібастұзда үкімет басшысына ГРЭС 1-дегі ең ірі жылу электр станциясын жаңарту барысы, ГРЭС 2-дегі нөмірі 3-ші энергоблоктың құрылысы, сондай-ақ электр энергетикасындағы басқа инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөнінде есеп берді. Бірінші энергоблок 2012 жылы құрылысы басталған. Құны 110 миллиард теңге. Қазіргі кезде 48%-ға жұмыстары орнатылған. Үлкен жабдықтары алып келінген, генератор, турбина, котел. Енді қалған тағы да жабдықтау 52% жұмыстары жасалынып жатыр. Сондай-ақ үкімет басшысы темір жол доңғалақтарын, темір осьтері мен дөңгелек жұптарын, темір бетон шпалдары мен арқалықтарын, бекіткіш өнімдер, болттар және бұрымдыларды өндіретін кәсіпорындарда болды. Ағымдағы жылдың 4 ай қорытындысы бойынша Павлодар облысында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 4,2%-ға, яғни 573,7 миллиард теңгеге өсті. Айтмұхамбет Айғожа, Артем Злобин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысына дәрігерлер мен мұғалімдер, инженерлер мен басқа да білікті мамандар керек. Біздің өңірде тапшы мамандық иелерін оңтүстіктен тартуға тырысады. Жалпы жұмыспен қамту орталығында қандай бос жұмыс орындары бар? Бизнес-блокта толығырақ. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Ағымдағы жылы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 700 миллион теңге бөлінген. Бұл ретте 9 мыңнан астам адамды қамту жоспарлануда. Қазіргі таңда оның 3 мыңына жұмыс тауып берген. Оңтүстік өңірлерден біздің аймақта тапшы 181 маманды көшіріп әкелген. Олардың отбасындағы әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтемақы төленіп баспана ұсынылады. Еңбек бағдарламасы бойынша жұмыссыздар үшін 3 бағыт бар. Первое направление – это краткосрочное. Бірінші бағыт ол қысқа уақытта оқыту. Сәуірдің 1-нен бастап оған 215 адам бағытталған. Кәсіпкерлер сылақшы, бетондаушы, аспазшы, қоймашы секілді мамандарға өтінім жасады. Мүмкіндігі шектеулі жандарды массаж жасаушыға оқытып, жұмысқа орналастырамыз. Бизнес жобасын сәтті қорғағандарға шілде айында өз ісін бастауға 215 грант табысталады. Екінші бағыт бойынша 28 қатысушыға 358 миллион теңге микронесие қарастырылған. Оны қазіргі таңда әзірге 4 адам алды. Жұмыссыздар мен өз-өзіне жұмыс істеушілер бұл жобаға да қатыса алады. По содействию именно за. Үшінші еңбек сайтында 180-нен астам бос жұмыс орны көрсетілген. Жыл басынан 2,5 мың адамның 2 қолына бір күрек табылды. Ал әлеуметтік жұмыс орындары секілді уақытша жұмысқа 135 адам бағытталды. Мұнда жалақының 35%-ын мемлекет төлейді. Сонымен қатар, жұмыспен қамту орталығы түлектерді жастар практикасына шақырады. Ол маусым айында бастау алмақ. Жалақы 25 айлық есептік көрсеткішті құрайды, яғни 72 мың теңге. Бұл мемлекет көмегі. Сонымен қатар, жұмыс беруші қаласа қосымша ақы төлей алады. Жыл басынан бері мүмкіндігі шектеулі 320 адамды жұмыспен қамтыған. Бекбол Мырзахан, Бибінар Хамитқызы, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында жаппай егу науқаны басталды. Жаңбыр мен бұлтты ауа райы шаруалар үшін өте қолайлы. Себебі ыстық пен желдің салдарынан топырақ құрғап үлгерген. Әзірге ешқандай мәселе жоқ. Жоспарланған көлемнен майлы дақылдардың 95%, жаздық және дәнді дақылдардың 26% отырғызылды. Көрсеткіш өткен жылдан сәл төмен, алайда мерзім бойынша кешігу жоқ.
По рекомендованным срокам сева Ұсынылған мерзім бойынша барлық аудандардағы дәнді дақылдар жаппай егілуде. Қазіргі уақытта жаздық егіс 490 мың гектар алқапта жүргізілді. Бұл 40%. Өткен жылы осы уақытта 49% көрсеткіш болған еді. Артта қалу көрсеткіші көп емес. Майлы дақылдарды егу аяқталуға жақын. Бүгінгі таңда тұқым сатып алуға 400 миллион теңгеге жоқ және тыңайтқышқа 500 миллион теңге шамасында субсидияланған арзандатылған отынның 80%-нан астамы шығарылды. Маусым айындағы жұмыс үшін Хордатағы 2000 тонна дизель отыны бар. Бекбол Мырзахан, Артем Злобин, Ирбес телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. 17-31 мамыр аралығында керемет сантехника және жылыту жабдықтарының дүкенінде жаз қызу жеңілдіктерден басталады. Минус 50%-ға дейін. Қолжетімді бағалармен өнімдердің әр алуан түрлері. Ванна бөлмесіне арналған ультрасәнді және стильді жиһаз. Сенімді және заманауи араластырғыштар. Үздік әлем өндірушілерінен унитаздар, ванналар және джакузи әртүрлі пішінде және өлшемде. Заманауи душ кабиналардың ауқымды үлгілер қатары. Сонымен қатар су жылытқыштар, жылыту радиаторлары, түтіндіктер, жылы еден жүйесі. Мұнда сіз заманауи электрлік және қатты отынды ұзақ жанатын қазандықтарды таба аласыз. Тауарды пайызсыз бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Сіздерді келесі мекен жай бойынша күтеміз. Циолковский көшесі 24, керемет сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Мектептерде соңғы қоңырау өткізіледі. Ол туралы аймақтың бас санитарлық дәрігері хабарлады. Қазір білім ордаларына оны өткізу ережелерін жіберді. Әлеуметтік қашықтықты сақтап, бетперде киіп, тек бір ата-ананы қатыстыруға болады. Павлодар облысы Сары аймақта өткен тәулікте коронавирус жұқтырған 97 адам тіркелген. Әзірге жаңа қаулы болмайды. Бас санитарлық дәрігер Сары аймақта 5-7 күн жағдайды қадағалау керек деді. Дегенмен де алдағы соңғы қоңырау кешін өткізуге рұқсат берілген. Соңғы қоңырау барлық карантиндік шараға сәйкес өткізіледі. Біз талаптарды білім басқармасына жіберді. Бір ата-ана ғана қатыса алады. Арақашықтықты сақтап, бетперде киіп, далада ұйымдастырылады. Ал инфекциялық ауруханалардың жүктемесі 30%-ды құрайды. Қазіргі таңда коронавирус жұқтырған 37 адам жан сақтау бөлімінде жатыр. Вакцина алғандар саны да күн санап артуда, деді денсаулық сақтау басқармасында. Бірінші компонентті барлығы 72 мыңнан астам адам салғызып үлгерген. Если брать в разрезе вакцин, то Бізде 3 түрлі вакцина бар. Ол Спутник V, Казвак және Хаятвакс. Олар медициналық ұйымдар арасында тең бөлінген. Егу кабинеттері жұмыс істеп тұр. Қай компонентті салам десеңізде жылдам жүзеге асыруға болады. Адам қай вакцинаны салатыны өзі таңдай алады. Денсаулық сақтау басқармасында коронавирус жұқтырған жағдайда өзін-өзі емдеумен айналыспауды сұрады. Бірден медициналық көмекке жүгіну қажеттігін айтты. Бибінұр Хамитқызы, Артем Злобин, Ирбес телекомпаниясы. Чек бермеген сатушыға шағымданып ақша табуға болады деген ақпарат оқырмандардың қызу талқысына түсті. Мамырдың 28-нен іске қосылатын шараны қолдағандар да, даттағандар да бар. Ал ыстық су мәселесі қашан шешіледі? Себебі қаладағы біраз үйлерге қайнақ су күзде ғана беріледі екен. Тұрғындардың сауалында шек жоқ. Алда әлеуметтік желіні жарған жаңалықтар туралы айтамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Натали кафесі. Дәмі-тіл үйірер тағамдар мен көтеріңкі көңіл күй мекені. Чектің берілмегені туралы хабарлама үшін қазақстандықтарға сыйақы төлейді. Көлемі 1000 теңге. Қаулы мамырдың 28-нен күшіне енеді. Сыйақыны осы бағытта мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңген оператор бұзушылық фактісі расталған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде ұялы телефонның теңгеріміне аударатын болады. Ең көп лүпіл жинаған оқырмандар пікірі төменде. Мен ешқашан еш жерден чек алмаймын, сұрамаймын да, және ол туралы айтпаймын да. Шенеуніктердің нашар жұмысы туралы жеткізгендерге сыйақы төлеу әлде қайда тиімдірек болмас па еді? Ал ыстық су Павлодардағы кейбір үйлерде күзге дейін болмайды деген жаңалықтың астына пікір қалдырғандар да аз емес. Алпауыт күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жерлерде қайнақтың кеш берілетіндігі туралы ақпаратты ресми сайтта жариялаған. Оқырмандарымыз баққандай бір постқа тұратын пікір қалдырыпты.
21 ғасыр 30 дамыған елдердің қатарына кірген Қазақстан ауылдар мен қалаларды ішетін ауыз сумен, ал қалаларды қыста жылумен, ыстық сумен жаз бойы ыстық сумен қамтамасыз ете алмайды. Мысалы, Павлодар қаласын алатын болсақ, 2020 жылдың статистикасы бойынша бар болғаны 360 мыңнан астам ғана халқы тұрады. Қысы жазы 20 жылдан астам қазбалы жұмыстар жүргізіліп жатса, қаладағы су проблемасы осы 2021 жылға дейін шешілмей жатыр. Ербес телеарнасының жеке YouTube арнасы бар екенін білесіз бе? Онда күнделікті жаңалықтардан бастап түрлі жеке жобаларға дейін барлығы жүктеліп отырады. Соңғы бейнелердің бірі нақты айтқанда, іздеушілер жасағымен барған түсірілім тобының жеке дара жұмысы бір күннің ішінде айтарлықтай қаралым жинап үлгерді. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда алдағы уақытта телеканалдың барлық жобаларын алғашқылардың бірі болып тамашалау мүмкіндігі басым болады. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Натали кафесі, дәмі-тіл үйірер тағамдар мен көтеріңкі көңіл күй мекені. Натали кафесі дос ретінде болып кеткен өзінің бұрынғы қонақтарын жаңа маусымның ашылуына шақырады. Жаңартылған дизайнда жасалған жазғы алаңдар сіздерді жағымды таң қалдыратыны анық. Жабық дәліздегі романтикалық кешкі ас немесе таза ауадағы үстел барлығы сіздің қызметіңізге. Сондай-ақ Шығыс және Европа ас үйлерінің бірегей ас мәзірі, үздік қызмет көрсету мен көңілді демалыс сізге кепілденген. Шылым шегетін адамдар үшін арнайы күркелер қарастырылған. Естеріңізге сала кетейік, одан басқа Натали кафесінде үлкен және кіші зал мен караоке бар VIP кабиналар жұмыс жасайды. Кез келген мереке мұнда жоғары деңгейде өткізіледі. Ал шынайы ән құмарлар үшін сағат 18:00-ден жанды әуен мен жарық музыкалық би орны бар. Натали кафесі ашық жобасына қатысады, сондықтан түнгі сағат 2-ге дейін жұмыс істейді. Жаңа маусымның басталуын өткізіп алмаңыздар. Натали кафесі, Варушин көшесі 4/4. Аймақтық төтенше жағдайлар департаменті дауыл зардаптар туралы айтты. Қатты жел салдарынан ғимараттардың шатыры ұшқан. Дауыл негізінен аймағымыздың солтүстік аудандарында күшейген. Желдің жылдамдығы секундына 20 метрді құраған. Нәтижесінде Ақтоғай, Ертіс аудандарында бірнеше ғимаратқа зақым келді. Құмды боранды түсіріп алғандар оны әлеуметтік желіге жариялап үлгерді. Төтенше жағдайлар департаментінде дауыл туралы алдын ала хабарландыру болғанын мәлімдеді. 4 мектептің шатыры ұшып кетті. Оның үшеуі Ертіс ауданында, біреу Ақтоғай ауданында орналасқан. Павлодар Нұрсұлтан бағытындағы жолда Қалқаман ауылының жанында автожанармай құю станциясының қаңылтыры ұшып кетті. Абырой болғанда жапа шеккендер жоқ. Дауылда ауа райы тағы да 2-3 күн сақталады деп хабарлады төтенше жағдайлар департаментінде. Жаңбыр жауып, күн күркіреуі мүмкін. Бибінұр Хамитқызы, Артем Злобин, Ербес телекомпаниясы. Кемеңгер ауылының тұрғындары суға қысым беретін құдықтың жағдайына алаңдаулы. Сыртында құлып жоқ, ішінде сымдар бар дейді. Адамдардың айтуынша ғимарат әкімдік меншігінде. Ал павлодарлықтар қураған желектерді кесіп, балалар спорт алаңдарына жарық қосуды сұрайды. Барлығы мобильді қосымшада. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Здесь Кемеңгер Шанты. Эта колонка числится на балансе Акимата. Двери открыты. С того года уже замка нет, сколько просили поставить. Человек, который это отвечает, не делает. Акимату все равно. Здесь он везде провода торчат. Дети сюда заходят. А куда смотрит Акимат? Каждый год одно и то же. Павла 11/1 во дворе. Все-таки этот колодец провалился. Я показывал недавно, отправлял на Ирбис, так ничего не поменялось. Вот я живу по улице Бехтурова, 162. Возле моего дома находится аварийный столб. И вот эту опору я не могу добиться властей, чтобы демонтировали ее. Вот вы смотрите, фундамент разрушается, сам столб закосился.
Сильные ветра, он двигает, шатается. Спортивная площадка 39-й школы. Здесь дети играются, света вообще нет. Только 3 фонаря вот, и все, больше ничего не видно. Прекрасный наш парк Ленина. Все сделано для отдыха, для глубокого отдыха, глубокого сна. ЖД вокзал. Работает одно окно. Уже полчаса стоим, ждем. Все никак не можем. В бюро подошла, ничего не говорят. Кирова 157. Это дерево. Дробь 7. Вот сухое дерево. Вон сухое дерево. Второй год же пишем, чтобы поспиливали. Вся улица сухих деревьев. Там уже упало дерево. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Керемет, таңқаларлық және сәулетті. Мега сауда үйінде Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсімі. Назар аударыңыз, барлық сұрыпталымға 20% бастап жеңілдіктер қарастырылған. Жарқын, функционалды және ультра сәнді балалар гарнитуралары, ақшыл, ағаш бітімі бөлмені кеңейтіп, ал әдемі суреттер балаңызға жақсы көңіл күй сыйлайды. Заманауи және тамаша жатын бөлмелер, мұнда олар әртүрлі үлгіде ұсынылған. Дәстүрлі классикадан бастап ықшамды модерн нұсқаларына дейін, ал стильді жұмсақ жиһаз интерьерге әдемілік сыйлайды. Мега сауда үйі сіздерге сәтті сауда жасауды тілейді. Бау-бақшамызды жаңбыр құтқарды. 2-ші Павлодар ауданының жеке сектор тұрғындары суармалы жұмыстарға арналған судың жоқтығына шағымдануда. Айтуларынша, биыл алпауыт оны қоспаған. Соңғы күндердегі аптап ыстық салдарынан өсімдіктер қурай бастапты. Одесская көшесінің тұрғындары суармалы судың мәселесі бірнеше жыл бұрын пайда болғанын айтуда. Жеке сектор бойындағы жер астында көктемде іске қосылатын құбырлар тартылған. Биыл алпауыт су беруге асықпауда. Постоянно не дают нам поливочную воду. Жыл сайын бізге уақытында су бермейді. Құбырда ақау болса, әрдайым оны өз күшімізбен жөндейміз. Түбіртектерді уақытында төлейміз. Су беріңдер деп барлық инстанцияларға хабарластық. Алпауыт ол сендердің жеке желілерін дейді. Жеке болсын, бірақ сендер су беріңдер. Погоде радуемся. Бүгінгі жаңбыр бау-бақшамызды құтқарды деуге болады. Бірақ 21 ғасырда осылай жасауға болмайды ғой. Суға жауапты адамдар өз ісін адал әрі заңға сәйкес орындауы керек. Біз көрсетілетін қызмет түрлері үшін үнемі уақытында төлем жасаймыз. Олар болса өз міндеттерін орындамайды. Суармалы су мәселесін шешуді сұраймыз. Адамдар суға есептеуіш құралының көрсеткіші бойынша төлем жасайды. Айына бір үйден шамамен 150-ден 350 теңге шамасында. Сонымен қатар суармалы су мәселесіне Пензенская, Московская, Ленинградская және Омская көшелері тап болды. Осыған байланысты редакция тарапынан алпауытқа ресми сұраным жіберілді. Суармалы жұмыстарға қажетті су берудің нақты мерзімі жоқ. Заң бойынша уақыт белгіленген емес. Барлығы ауа райы және жердің температурасына байланысты. Өткен жылдары суармалы су мамыр айының басында берілді. Алпауыттың жазбаша жауабына сәйкес, 2-ші Павлодар ауданына суармалы суды сынақ түрінде жіберу кезінде 6 ақау анықталды. Қазіргі уақытта 2 олқылық жойылды. Қалғандары жөндеуден өткен соң бақша құбырлары іске қосылады. Айдмухамбет Тайғожа, Дмитрий Моисеенко, Елбиз телекомпаниясы. Назарбаев зияткерлік мектебінде түлектер аллеясының салтанатты рәсімі өтті. Дәстүрге айналған шарада оқушыларға арнайы ескерткіш ашылып, ағаштар отырғызылды. Игі бастама жайлы келесі сюжетте. Бүгін мектеп бітіруші түлектер тұңғыш президент саябағына жиналды. Жоғарғы сынып оқушылары үлкен өмірге қадам басар алдында дәстүрлі түлектер аллеясына өз жасыл желектерін екті. Ол үшін өте төзімді қылқан жапырақтылар таңдалған. Болашақта бұл ең ыстық сәттердің естелік айнасына айналмақ. Соңғы қоңырау мейрамынан кейін барлық оқушылар әртүрлі университетке, әртүрлі елдерге тарап кетеді. Ал бұл жерде біз ағаш отырғызу арқылы аллея
салу арқылы біз өз іздерімізді қалдырамыз. Және де менің ойымша ол мәңгі тарихта қалады. Және де 10 жылдан кейін немесе 20 жылдан кейін біз бұл жерге қайта оралған кезде біз өзіміздің мектептегі болған жылдарымызды еске аламыз. Аталмыш бастама аясында көшеттерді отырғызу жалғаса бермек. Айта кетейін, биыл Назарбаев зияткерлік мектебінен 101 түлек түлеп ұшпақ. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Туризм және спортты дамыту басқармасы басшысының міндетін атқарушысы ретінде Дәуір Ерғабылов тағайындалды. Оның алдында шенеунік Павлодар қаласы дене шынықтыру бөлімінің басшысы лауазымында болған. Алда спорт жаңалықтары. Көріп отырғаныңа көңілің толмай ма? Бұнымен қалай күресуді білмейсің бе? Барлығы оңай. Алма ТВ спутниктік телевидениесін орнатта, 140-қа дейінгі арнаны керемет сапада тамашала. Сонымен қатар, Алма ТВ спутниктік телевидениесінде акция жүргізілуде. 3344 нөміріне қоңырау шалу арқылы толығырақ мәлімет ал да қосылуға өтінім қалдыр. Американың шаршы алаңдарында топ жарып жүр. Жеңіліс көрмеген қазақстандық бокс шебері Серік Мұсаділовтің келесі қарсыласы белгілі болды. Былғары қолғап шебері майамилік Кевин Браунмен жұдырықтасады. Панда деген лақабатымен белгілі жерлесіміз Кевин Браунға қарсы шығады. Кездесу ауыр салмақ дәрежесінде өтпек. Естеріңізге салсақ, Екібастұз қаласының нокаут шебері жеңіліссіз келеді. Оның еншісінде 8 жеңіс. Көбісі мерзімнен бұрын аяқтаған. Всем ассаламу алейкум. Дайындық жұмыстары қарқынды жүріп келеді. Кездесуге жаттығып жүрмін. 22 мамырда Майамидегі шаршы алаңға шығамын. Онда бар күшімді қалдыруға тырысамын. Бір қызықтысы, Серік Америка құрама штаттарына болғанына қарамастан, қазақстандық боксшылармен байланыс үзбеген. Әсіресе Польшада өткен жастарымыздың өнерін тамашалапты. Наши бойцы отлично. Біздің жауынгерлер өздерін жақсы тұрғыдан көрсетіп жүр. Ерболат Сабыр 2-ші орын алды. Болашақта біздің орында басатын жігіттер. Соңғы кездесуде Серік қарсыласын 43 секундта нокаутқа жіберді. Алда ол аталмыш нәтижесін қайталауға тырысады. Ертіс баскетбол клубының жастар құрамасы биыл чемпиондық титулды қорғауға тырысады. Бүгінде лиганың 2 туры артта қалды. Жұлдыз Байдисенованың шәкірттері жарыс кестесінің жоғарғы жағында келеді. Жұлдыз Байдисенованың шәкірттері жастар чемпионатының қазіргі чемпиондары. Ертіс әдемі ойынмен өткен жылы жанкүйерлерін таңғалдырды. Жаңа маусымда команда титулды қорғау үшін барын салуға дайын. Жерлестерімізге қарсы 9 команда ойнайды. Алғашқы турда павлодарлықтар бірнеше рет сәтсіздікке ұшырап үлгерді. Команда у нас хорошая. Команда жақсы жасақталған, жеңіске деген ынтамыз жоғары. Алғашқы турда 2 рет жеңіліс таптық. Оның нақты себебін айта алмаймын. Ертіс 2-ші турды басқаша деңгейде бастады. Жарыс кестесінде павлодарлықтар 3-ші орында. 12 ойында 8 рет жеңіске жетіп, 20 ұпай еншіледі. Бірінші орында келе жатқан Атырау 5 ұпайға алда келеді. В прошлом году 99 год был. Өткен жыл 99 жылғы құрама мықты болды. Олардан 5 ойыншы келіп бізге көмектесті. Биылғы маусымға қатыспады. Сол себепті командаға жас ойыншылар қажет. 2-ші орында Қарағанды ұжымы келеді. Павлодарлықтардан 4 ұпай басымдықтары бар. Келесі турда жерлестеріміз қуып жетуге тырысады. Биылғы маусым тартысты өтетіні сөзсіз. Футболдан премьер-лиганың 12-ші туры аяқталды. Соңғы кезеңде Түркістан қаласында күтпеген нәтиже орын алды. Тұран Ақжайықтан ұтылса, Қайрат 0-2 есебімен Ақтөбені артта қалдырды. Астана ұжымы Қайсармен кездесіп, таблодағы қорытынды сандар 2-5. Бұл уақытта Павлодарда футбол орталықтарының шәкірттері кездесті. Қаламызда ең кіші жас топтарының матчтары өтті. Ю-12 аяқ топшылары республикалық біріншіліктің дебютанттары. Олар үшін бұл рейтингілік алғашқы жарыстардың бірі болған. Хочется отметить именно, что балалар ересектердің футболын көрсетіп келеді. Алаңды көру сапасы жоғары. Бұрын жай ғана соғып, доп артынан қалмайтын. Командалардың деңгейі өсті. Қақпашылар да жақсы тұрады.
Жалпы 10 команда алаңға шықты. Алғашы топта Тараз өрендері максималды 12 ұпай жинады. Топтағы көршілері Астана, Тұран, Оқжетпес және Жұлдыз жеңіліс тапты. Алаш академиясы 3 ұпайға қалып келеді. Осы жолы павлодарлықтар үйде сәтсізде өнер көрсетті. Тек қарағандылықтарды жеңе алды. Немножко будем считать, что немножко не хватает везения, но Кішігірім сәттілік жетіспейді, мүмкіндіктеріміз көп, шеберлік жағынан мәселе бар. Команда жақсы ойнап жүр, алда қатемен жұмыс жасайтын болады. Көршілес топта елордалықтар 5 ұпаймен көшбасшы, олардың артынан Оқжетпес аяқтопшылары қалмауда. Ал спорт туралы бүгінге осы. Барлық өзекті жаңалықтарды erbis.tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Жүргізушілерге киім сұнған Lamberti ерлер киім салоны.